Бұл Орынкүл апа, жасы 104-те. Әже, жұрт ашаршылық болды деп айтып жүр ғой. Ашаршылық болғаны рас. Кейін ғой оңалғанымыз. Болған, қарағым болған. Енді есімізден де шыға бастады. Қазақ сахарасы талай дүрбелеңді, зобалаңды көрген. Бірақ сол аштықтардың ішіндегі екі аштықтың орны өте бөлек. Бұл аштықтар халықтардың дағдырына, болашағына үлкен нұқсан келтірген аштықтар. Оның бірі 1921 жылғы, 1922 жылғы аштық. Орталықтан келген 11.000 азық-түлік отряды Феликс Эдмунд Дзержинский басқарған. Біздің Ақмола, Семей губерниясындағы азық-түлікті жинап әкеткен. Соның нәтижесінде 2.300.000 адам аштыққа ұшыраған. Келесі 1931 жылғы, 33 жылға аштық. Мұның негізгі себебі елді коллективтендіруге көшірген кездегі жіберген қаталықтар деген сөз мұнда орынды болмайтын шығар. Шын туайтына келгенде халыққа жасаған үлкен қатаңдық, үлкен жауыздық саясаттың нәтижесі деп білемін. Ленин Түркістандағы төңкерісті шығыс елдеріне деген бірден-бір үлгі ретінде қолдап қуаттады. Алайда тек Түркістанның өзінде ғана 1921-26 жылдары 1 миллионнан аса адам аштық құрбанына айналды. Көсем қайтыс болған соң көп ұзамай, оның сенімді шәкірті индустрияландыру науқанын жедел қолға алды. Қаржының болмауы бұл орайда Ленин гвардиясының қаперіне де кірген жоқ. Ақшаны шаруалардан аламыз деп кесіп айтты олар. Мың 1925 жылдың қыркүйек айында Қызылордаға Қазақ өлкелік комитетінің бірінші хатшысы болып Филипп Исаевич Голощекин келді. Бұл партияның ысқаққан жауынгері шынында да кім еді? Әуелі жай атқа мінердің бірі, кейін тіс технигі, сонан соң кәнігі революционер болып шыға келді. Мың 1918 жылдың шілдесінде Ленин мен Свердловтың құпия тапсырмасымен Голощекин екінші Николай патшамен оның жанұясын түгелдей жаһаннамға жіберуді өзі бас болып ұйымдастырды. Қазақ даласына табаны тигені сол екен, Голощекин бұл өңірде кеңес өкіметінің жоқтығын бірден мәлімдеді. Менің көзім жетіп отырғандай, бұл жерге сөз жоқ, кіші Қазан Октябрь керек. Егер ол азамат соғысына айналса, біз одан да тартынбаймыз, деді ол. Жергілікті тұрғындардың 4-3 бөлігі көшпелі ғұмыр кешті. Өйткені көшпенділік дала қазақтар үшін атам заманғы дәстүр болатын. Қазақы тұрмыс тіршіліктің қоршаған ортаға бейімделіп кеткені соншалық. Тек осындай жағдайда ғана олар өзін табиғаттың төл баласындай сезінетін деп жазады профессор Швецов. Көшпелі өмір бүгінге дейін сақталып келсе, мұны қазақтар әлі өркен ниетті ел санатынан қашық деп түсінбеу керек. Қазақ мал бағып көшпелі тұрмыс кешсе, тағдырдың одан осыны талап еткені басқаша болуы мүмкін емес. Қазақ халқы отырықшы ел болуы тиіс және болады да деп, кімдер неге сүйеніп айтты екен деп сұрады Тұрар Рысқұлов 1926 жылдың сәуірінде. Мұндай кезде келер, бірақ қазір емес, болашақта. Адал да ақылды адамдар былай деп ескертті.
Ата кәсібі малшы кісінің қолынан таяғын тартып алып, оған күштеп кетпен ұстата салуға мүлдем болмайды. Мұның аяғы жақсылықпен бітпейді. Шаруа шалқаят, қазақ қырылып, жер иесіз қалады. Дәл осы тұста Әлихан Бөкейханов, Ахмет Байтұрсынов, Міржақып Дулатов, Смағұл Сәдуақасов, Зейнолла Төреғошин сияқты ел жақсылары өз халқын аман алып қалудың қамын қарастырды. Большевиктер оларға контрреволюционерлер деген айдар тақты. Бетіндегі қаймақтай қазақтың небір қалаулы ұлдары түрмелер мен лагерлерде іріп шіріді, одан қалғандары қуғынға ұшырады. Отырықшылық науқаны тез арада іс жүзіне асырылсын. Голощекиннің бұйрығы осылай болды. Енді сол жылдардың куәгерлерін сөзге тартайық. Әкем Байқадам Қаралдин босыған адамдарды жинап, әртел құрған адам. Сол әртелді бергелі не политикасы саясатының арқасында ел байып, әлдене бастаған кездері менің әкемнің жасаған еңбегін, елге жасаған қызметін ұнатпады ма, болмаса біреуге жақпады ма, менің әкемді сол әртелді пайдаланды, чиновник болды деген әңгімелер қозғады да Байқатарына қосып кәмпеске деді. Ауданда жұмыс істеп жүрдім, есепші болып. Байдың балалары жұмысқа қызметке кіріп алды деген әңгіме шығарғаннан кейін мен қашып кеттім. Ауылға барсам, 10 шақты адамды ауылдан байлыққа жазатын болған екен. Соның тізіміне мен де кіріп кетіппін. Соны мен түсінгенім жоқ, ол қандай бай, бұл Шошайбай дегеннен бай десем, маған түсіндіргенде қол көтереді. Қол көтергенде қолын былай шошайтады, сол қол көтеріп берген адамның бәрі Шошайбай болады деді. Содан елдің адамдары, ақсақалдар бар, замандастар бар, қыз баланы Шошайбайға жазғызбаймыз. Сондықтан бұл дұрыс емес деп таласып жатқанда мен қаш дегесін мен Қарсақбайға қашып кеттім. Сонда біз комсомолдар күн-түні дежурство кетеміз, штабта отырамыз. Түні бойын адамдарды шақырып, маза бермей, 11-де шақырсақ, түнгі 2-де, таңертеңгі 5-ке шейін мазасын алғаннан кейін, әйтеуір жаны қиналғасын, ертібіт, бірбіт деп астық беретін. Сондай жағдайға жеттік. Бейнетқор деген ауданға жіберді мені. Сол агроном Ломакин Ленинградтан келген, қазақша білмейді, сен саған көмекші боласың деді. Біздің міндетіміз колхоздың жылдық өндіріс планын жасау. Сол жасау үшін елге келсек, халықтың малдарының көбі орталыққа алынған екен. Орталық бір қорада жылқы, бір қора қой, бір қорада сиыр, бір қорада қалған малдарын халық сойып апты бәрі. Сөйтіп жүріп план жасадық. Мысалы, бәлен сиырың болады. Сол сиырдан бәлен бұзау аласың. Сол әр сиырдан 7 литр ма, сонда 8 литр ма сүт аласың. Соның бұзауға мынадай кетеді. Шүйіңе мынадай кетеді. Қалған артығын үкіметке сатасың деп жасаған планын мен айтып тұрғанда бір қазақтың әйелі, әй, сен өзің қазақсың деді. Қазақ болатын болсаң, сен неге сен білмейсің? Өзің әке-шешең бар ма? Бар. Сендердің сиырларың неше литр беруші еді? Білмеймін дедім. 2 литрден қазақтың қай сиыры сүт беріп еді? Сен мынаумен бізді қырайын деп отырсың ғой, деп басыңды таяқпен жарайын болсы деп. Шу өзенінің бойында колхоз құрамыз деп, көше саламыз деп, кигіз үйлерді қаз-қатар қойып, февраль айында. Ол кигіз үйлерге адамдар, шаруалар айдалып тығылды. Екінші бір кигіз үйлерге малдарды әкеп тықты. Ал енді бір айдан кейін көктем келген уақытында не мал да болмады, не адам да болмады.
Kaçlık neden bastaldı. Dendi dalaga koyup koysa, mına hükümetten çıkan vekilleri keledi dağı, kolunda tayağı var, temir tayağı kay jerde denbarın bile turtup bolsa aşıp alıp kete beredi. Bu ne desen? Den plan orunda olmayatır deydi. Ol adamlardan karşı turuğa eşkanday oğanın akısı bolgan yok. Denini alıp kete sıfırıp 31-ci yılın kısımda kazalda ülkün açlık bastaldı Karakalpakka. Menin akem koşa bastadı. Bizim iki tüyömüz var eken. Kızılgımdı basıp öttük. Bizge yerip жүрген bosuk bela atırgan kalıktın kesep sanı bolgan yok. Bizim iki tüyömüzge ilesip arkalangan kempir tanısı da yok. Bazarga barganda dendi satıp oturadı Karakalpaklar. Ana kazaklar bas salatta ağzına kuya veredi dendi. Ol üstünden tevu batır, tayak bilen oru batır, ontıkna baydı, yer bağırlap jatıp, ana dendi ağzına kuya veredi. Ötkeni onlar ölüp baratkan kazaklar edi. Men bir Özbek, ya bir Karakalpak, bir Türkmen açtan gülmettesem ötürükşü bolmayım. Ne ol közüme körgen nerse. Afat Kazak kalkana geldi. Kazak'ın malından ayırdı, yemi botkan malından ayırıp algandan koyun dikhançılıkka özü kolaysızda o kalıklar kırıldı da kaldı Kazak. Onu ayta veretin bolsa o tolup yatkan söz. Menin akem Abiş. Abiş'tin akesi Cumatay. Cumatay'dın akesi Joldubay. Sol 4-nji atamız Joldubay'dın kindiginen taragan urpak 31-nji ýyly 94 ödü. Sol 94'tün 33-nji ýylga kalgany 7 gana. Ana hasrettin boların erte sezgendey akemdi, şeşemdi, ayelim önümde alıp erterek Karkaraldan Karagandyga ketkendigim misalдар bolar. Sol bir ýyly jan besek türe kaldık da eldegilerden türe kalgan iki gana. Bizden baraktyň agynda bir kürkö bolatyn sol kysygynga 40 gras ayaz surapıl boranda sonda bir üç ýigit jumuşa ýigit turatyn. Şöwde bizim ismilerde sevşet. Bir gün tüngü ismilega şöw birde kelmey kaldı. Desatnegimizi haron diýip nemiset. Taňyrtyň jumus bitkenden keyin gaýtap baraýatyp ekebimiz sol kürköge geldik. Pigizekti basyp kalgan kardy ayağımız bilen körep işe girsek, şala söngen ottyň bastynda bir jas aýal ölüp ýatyr. Ol ýerdiň kewdesinde hemişegin emgisi gerer, birak çykmagansyň şaryldaýma bir şarışar etip 6-7 aylyk bala şaryldaýp ýatyr. Haron birden üstünde de aýaldyň közüni japdy. Balan orap aldy da tura jöneldi. Endi urpak saktaw meselesine aýnalşan kalkymyz ne bolsa da hiç bir kıyışıktan tayınbayıp özlerin kurban etüge baratın kezen tuğanday. Baştan ötken bir vakiga şeşem meni және emizudегі kızın alıp Türkününe karay ketip bari жатты. Maksat bizdi saktap kalu. Keş hürmet. Sol kezde aldımızdan Kaskardın tobu шығып, olup tabısıp, jer tarpıp, o жағынан bir ötüp, bir жағынан bir ötüp, ayqayga baskan şeşem tayağın şoltаңdatqaman ol Kaskar bilip otur, әлsiz ekenimizde. Sodan barıp assa bir kıyın жағдайga şeşem ұшыраған. Ne meni alıp kalı gerek, ne kızdı alıp kalı gerek. Әрине қазақтың ұғымында ер баланы алып қалу, ұрпақты сақтау деген салт бар. Соған байланысты Қасқарды бір алдаңқыратып қалдыру керек болды. Сонымен емшектегі қызын жерге қойып, ораулы, мен де ашпын жүре алмайтын арқасына салып алып, төркініне қарай кетіп бастады. Кейінен ерлігі жетіп бушы болып қайтадан адамдар қолдарына таяқ алып қайта ұрылған келсе, қаңқан болған шүберек қана қалған, басқасы кеткен. Жылады, күйді. Қымбатты Сталин жолдас, сізге большевиктік жауынгерлік сәлем жолдаймыз. Большевиктердің партиясының шешімі тап жауларына, ұлтшылдарға
аяусыз соққы берді. Лениндік орталық комитет жасасын. Біздің партиямыз бен дүние жүзі пролетариатының көсемі Сталин жолдас жасасын. Дорогой Филипп Исаевич, Қымбатты Филипп Исаевич, сенің жетекшілік етуіңмен Қазақстан өзінің құрылғанына 12 жыл толу құрметін ұлан ғайыр жеңістермен қарсы алып отыр. Қиындықтарды көктей өтіп, сен Қазақстан партия ұйымын жеңістерден жеңіске бастап келесің. Сенің басшылығымен жаңа большевиктік кадрлар өсіп жетілуде. Бірақ осынау геноцидті тоқтатуға тырысқан басқа да адамдар болды. Коллективтендіру әдісін сынға алып, 1932 жылы 5 коммунист өлкелік комитетке хат жолдады. Голощекин оларды ұлтшылдар деп айыптады. Бізге де кезек келген шығар деп ойладық деп еске алады кейін қазақтың аса көрнекті жазушысы Ғабит Мүсірепов. Қолында қанды қылышы жалаң қаққан жендет үшін біздің өміріміз неге тұрушы еді? Партияның көрнекті қайраткері Тұрар Рысқұлов Сталинге 3 рет хат жазды. Қазақтардың орнынан үдере көшуі үдей түсуде. Аштық пен обадан өлген адамдардың көбейгені соншалық, орталық тез арада бұл мәселеге араласпаса болмайды. Ал бұған партия қайраткерлері қалай жауап берді десеңізші? Мемлекетке астық пен ет өткізу жоспарын қайткенде де орындау керек. 1932 жылдың қайырымсыз қысында тек алғашқы 90-ның өзінде ғана Қазақстанның 14 ет комбинаты елдің ең ірі өндіріс орталықтарына 14 мың тоннадан аса ет жөнелтті. Әсіре атқа мінерлер мен өкілдердің аузындағы ұрдажық ұран мынау болды: аша тұяқ қалмасын, асыра сілтеу болмасын. 1929 жылы Қазақстанда жалпы есеппен 40 миллион бас мал болса, 1933 жылы оның 4 миллионы ғана қалды. Ресейде, Украинада, Қазақстанда адамдар аштықтан мыңдап, миллиондап қырылып жатты. Ал Сталин болса, шетелге астық жөнелтуді еселеп арттыра түсті. Қазақстан өлкелік комитеті де өзіндік үлесін қосып бақты. Ұлтшылдар мен шовинистерді, бұзақыларды, өлгендерді жинамағандарды аяусыз жазалап жатты. Аштық аранан аз да болса бітей тұру үшін ұрланып, пішен арасынан табылған кішкентай ғана қыз бала. Я ұрланған. Мына қыздың еті қазанға түсіп үлгермеді. Ал мынаусының етін жеген бұл сорлыларда не жазық бар? Өкіметтің өзімшілдігіне қарсы Қазақстанның бар түкпірінде де көтерілістер мен толқулар өрши түсті. Созақ, Адай, Жетісу. Бірақ мұның бәрі чекистер мен милиция отрядтары, сондай-ақ қарулы жасақтар тарапынан аяусыз басылып тасталды. Әл-ауқат төмендегеннен кейін сол халық басқа мемлекетке қашуға мәжбүр болды. Мысалы Қытайға. Мен ол уақытта сол 15-16 жастағы бала едім, барлығын көзімен көрген оқиға. Біздің Қапал уездный қала, сол уақытта Қапал қаласы дейтұғымыз, соның маңайындағы мысалы Матай руы барлық халқы Қытай жеріне қашуға мәжбүр қашты. Қапал қаласының ар жағында Демікпе деген Қытайға асатын үлкен асыл бар. Сол асыл менен шыбап аса бастады. Олардың бетін тойтарып қайтару үшін
Қай жақтан әкелгенін бала кезімде білмеймін. Bir взвод шамасында, bir пулеметпенен сол 20-30-ға жете солдат алып келініп, таудың үстіне шығып алып, сайды ашып быраққан халықты атқылап қырғын ұшыратты. Оларға көмектескен жергілікті НКВД дейді, соның адамдары болды. Кемінде 1000 шамалы адамдар өлген болу керек. Солардың сүйектерін жерде индеп апара жатқанын көзім көрген адаммын. ғасырдың тарихына шолу жасап қарап отырсақ, бір заңдылықты көреміз. Ол заңдылық осы империялық ойлау, империялық тұрғыдан қимыл жасау бір сәт толастамаған сияқты. Біздің халқымыз өзінің елінде, өзінің жерінде жатақ болып, аштыққа ұшырады. Коллективтендіру кезеңі далалықтар үшін ұлы трагедияға айналды. Тіпті жоңғар шапқыншылығы кезінде де қазақтар мұндай қырғынға ұшыраған жоқ. Халық құйын ішінде жын құтырат деп бекер айтпаған. Тіріні тірліктен бездірген, ауылды қараң қалдырған, адамды жаннан айырған, халықтың рухын майырған сол құйынның ішінде қандай ғана жын болды екен. Мемлекеттік жоспарлау комитетінің мәліметі бойынша 1930 жылы 121.200 адам
1931 жылы 1,074,000 адам өз атамекенінен ауып кетті. 1931-1933 жылдар аралығында оба мен аштықтан 1,700,000 қазақ құрбандыққа ұшырады. Тұтас ұлттың тең жартысы қырылды. Тек 40 жыл өткен соң ғана 70 жылдарда қазақтар өздерінің 1926 жылғы санына әзер жетті. Коллективтендіру құрбандарына мәңгілік бас иеміз.